Сәлеметсіздер ме? Менің аты жөнім Мырзағалиева Айгерім Сейдеғалиқызы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы дауыссыз дыбыстардың үндестігі. Айтылуы кезінде ауаның еркін шықпай, кедергіге ұшырап жасалған дыбыстарды дауыссыз дыбыстар деп атаймыз. Қазақ тілінде дауыссыз дыбыстар қатаң, ұяң, үнді болып бөлінеді. Қатаң дауыссыз дыбыстарға П, Ф, С, Ш, К, Қ, Т, Ш, Ц, Х. Ұяң дауыссыз дыбыстарға Б, В, Г, Ғ, Д, Ж, З, Х. Үнді дауыссыз дыбыстарға Р, Л, И, У, М, Н, Ң дауыссыз дыбыстарын жатқызамыз. Жасалу жолына тоқталатын болсақ, егер сөздің соңы қатаңнан аяқталса, оған жалғанатын қосымша да қатаң болмақ. Мысалға, жастар, жігіттер, ұшақтар. Ал егер сөздің соңы дауыссыздан аяқталып, немесе үнді ұяңнан аяқталса, оған жалғанатын қосымша үнді ұяң болады. Мысалға, қыздар, бөлмелер, орындар. Сонымен қатар П, К, Қ дыбыстарынан аяқталып, оған дауысты дыбыстың қосымшалары жалғанса, олар ұяңданады. Сәйкесінше П, Б-ға, К, Г-ға, Қ, Ғ дыбыстарына өзгертіледі. Мысалға, жауапым, жауабым, көйлекім, көйлегім, сұрақым, сұрағым. Назарларыңызға көп-көп рахмет.